Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қамырдан осындай керемет дәмі тіл үйіретін самсалар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Қазір біз самсамыздың қатпарлы қамырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз және үстінен 1 шай қасық толы тұз және 1 жұмыртқа саламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы суымызды құйып, тұзы ерігенше жақсылап бір араластырып аламыз. Соңында ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жақын күндері менің каналымнан жаңа жылдық дастарханға арналған түрлі рецептерді көре аласыздар. Жіберіп алмас үшін подписация батырмасын және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қамырымыздың іртігін қалдырмай жақсылап илеп алдық, осылай жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырды пленкаға салып, жарты сағатқа июі қанғанша қалдырамыз. Қазір қамырдың ортасына жағуға осындай тоң май мен сары майды бірге араластырып ерітетін боламыз. Бұл жерде тоң май деп отырғанымыз малдың іш майын ерітіп, осылай тоңдыртып жасалынады. Мұндай май таппасаңыздар, тек сары майдың өзін қолдансаңыздар болады. Жаңағы жарты сағат тыңған қамырымызды алып, осылай 1-2 басып илеп аламыз және теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Бөліп алған қамырларымызды осылай зуалалап дөңгелек формаға келтіреміз. Жаятын бір бөлігін ғана алып қалып, қалған екеуін пленкаға салып бір шетке ала тұрамыз. Ал қазір қамырымызды жаю барысында ортасына себелеуге осындай жүгері крахмалын қолданамыз, немесе картоп крахмалын қолдансаңыздар да болады. Бұл қамырдың басқа қатпарлы қамырлардан ерекшелігі жаю барысында ұнды емес, осы жүгері крахмалын пайдалануымыз болып табылады. Крахмалмен жайылған қамыр сондай тыңдағыш әрі керемет болып жайылады және алдыңғы видеода көрсеткендей самсаларыңыз қабат-қабат қытырлақ болып шығатын болады. Осылай крахмалды молынан себе отырып, қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Қамырымызды бір тегіс етіп, жұқалап дөңгелетіп жайып алғаннан кейін үстінен крахмалымызды сеуіп, қамырды орап, әзірше бір шетке бетін жауып ала тұрамыз. Жаңаға алып қалған екінші қамырды да дәл осы рет бойынша жайып, крахмал сеуіп, бұны да орап ала тұрамыз. Үшінші қамырымызды да дәл осылай дөңгелетіп жайып шығамыз. Ал енді осы қамырымыздың үстіне жаңағы тоң майымыз бен сары майды ерітіп, осылай барлық жағына бір тегіс етіп жағып шығамыз. Майды жағып алғаннан кейін жаңаға алып қойған екінші қамырымызды осы қамырдың үстіне жақсылап тегістеп төсейміз. Бұл қамырымыздың да үстінен ерітілген сары майымызды жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Майды жағып алғаннан кейін үшінші қамырымызды да жақсылап тегістеп жыртып алмай төсеп шығамыз. Бұл қамырдың да үстінен ерітілген сары майымызды тегістеп жағып аламыз. Барлығын жақсылап жағып алғаннан кейін қамырдың шетінен бастап, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай рулет секілді тығыздап, арасында ауа қалып кетпейтіндей етіп, тығыздау етіп орап шығамыз. Орап алғаннан кейін үстінен осылай 1-2 рет басып қамырымызды ораймыз. Қамырды пленкаға салып, кемінде 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар тіптен керемет болады. Мен осылай самсаның қамырын бір күн бұрын дайындап қоямын. Сол кезде майы керемет болып сіңіп, самсада дәмді шығады. Ал енді самсаның начинкасын дайындаймыз. Ол үшін асқабақ пен пиязды майдалап, көбіктеп турап аламыз және тартылған етіміздің үстінен шамамен 100 граммдай қойдың құйрық майын қосамыз. Қаламасаңыздар қоспай қойсаңыздар да болады. Және ұсақтап турап алған пиязды және асқабағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен шамамен 1,5 шай қасықтай қостым және аздап қара бұрыштан да себелейміз. Самсамызға ерекше дәм беру үшін осылай 1 шай қасық зира қосамыз және сиыр етіне арналған дәмдеуіштен де кішкене салып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің самсамыздың салмасы дайын. Ал енді алдын ала дайындап алған қатпарлы қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп, осылай жазып аламыз. Енді аздап ұн себелей отырып, қамырымызды жұқалап жаямыз. Мен ортасын қатты баспай, осылай шет-шеттерін қана басып жайып алдым. Қамырдың ортасына начинкамызды саламыз. Және қолымызды аздап сулап алып, осылай қамырдың шет-шеттеріне жағып шығамыз. Сол кезде қамырымыз ашылып кетпей жақсы түйілетін болады. Барлық самсаларымызды дәл осы рет бойынша түйіп дайындап аламыз, немесе өздеріңіз қалаған кез келген формада түйсеңіздер болады.
пісіретін формамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды осылай араларын кішкене ашықтау етіп орналастырып, бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз және қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала 180 градуста қызған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осылай қызарып пісіп шықты. Қалған самсаларымызды дәл осы рет бойынша түйіп пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыздың дәмі өте керемет әрі тәбет ашарлықтай болып шығады. Видео рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина. Алда тағы да көптеген рецепттер болады.